Бүгін 22:00-де Финляндия Қазақстан ойнайды. Бельгия Швеция матчы неге тоқтап қалды? Криштиану Роналду бабында. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды баса отырыңыздар. Арнамызға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, себебі біз сіздер үшін күнделікті қазақша футбол ақпараттарын жеткізетін арнамыз достар. Ал енді біз көп созбаймыз, бастаймыз, кеттік. Виктор Осимхеннің жалпы осы маусымда жағдай жақсы басталған жоқ, өте күрделілеу болып жатыр, себебі бапкер ауысты, Гарсия келгелі Осимхен қатты көзге түсіп жатқан жоқ. Осимхен жалпы Наполидің медиасымен ұрысып қалды, өздеріңіз білесіздер. Одан кейін ойнауға құлқы да кетіп қалды. Және де Осимхеннің бұрынғы агентімен арасында келіспеушіліктер де болып жатыр екен, бір-біріне ақша қарыз ба, алған ба, берген ба. Енді бұрынғы агенті Осимхен маған $500 000 қарыз, соны қайтаруы керек деген сияқты әңгіме айтып жатыр, сондай сыбыстар шығып жатыр. Жалпы Осимхеннің туыстары Италиядан кетіп қалғанын қалап отыр. Енді Реал Мадрид Осимхенға бір көз салған екен, әзірге ауызша ұсыныс тастап қойыпты. Осимхен келіспеушіліктер болып жатыр Осимхен мен Наполидің арасында, анда-мында, бірақ та Осимхен дәл қазіргі таңда топ 9-дықтардың бірі екенін оны алып тастай алмаймыз. Енді дәл қазір Реал Мадридқа осындай топ 9-дық керек. Ал енді Осимхенға кубоктарды ұтатын Реал Мадрид сияқты клуб керек. Сондықтан да екі жақ көп сөзбай, 2,5-1 болайын деп тұр. Енді ала алса егерде Реал Мадрид Осимхенді. Сондықтан да осы келісім шарт орындалып кетсе, Осимхен үшін де, Реал Мадрид үшін де керемет келісім болар еді. Бельгия Швеция арасындағы ойындар кеше бірінші таймнан кейін тоқтатылды. Себебі теракт болды, адамдар оққа ұшты деген жаңалық шықты. 2 швециялық жанкүйер қайтыс болған екен, атылған оқтың кесірінен. Сол стадионның, яғни Брюссельдің жанында 5 шақырым жерде болған оқиға. Осыны естіген барлық командалар, Швецияның капитанының өзі сөйледі, сұхбат берді. Біз бірден осы мәселені естігеннен кейін бізге ең бірінші қауіпсіздігіміз маңызды, жанкүйерлердің қауіпсіздігі маңызды. Сондықтан Бельгияның ойыншыларымен де сөйлестім, өзімнің ойыншыларыммен де сөйлестім, және де осы матчты ойынды жалғастырмаймыз деп бірден шешімге келдік деді. Осылайша жергілікті Бельгияның полиция өкілдері Швециядан келген 700-ге жуық жанкүйерді аман есен өздерінің қорғауында аэропортқа жеткізді, және де Швеция ұлттық құрамасында аман есен шығарып салды. Бұл ойын бүгін ертең жалғаспайды, кейінірек жалғасуы мүмкін. Ал енді оқ атқан қылмыскер ұсталды дейді, қарсылық көрсеткеніне байланысты оған да оқ атылды, қазір жансақтау бөлімінде жатыр екен. Бұл мәселе алдағы уақытта әлі көтерілетін болады. Өкінішке орай осындай жайттар орын алды Бельгия-Швеция ойынында. Бұл ойын 1-2 күнде жалғаспайды, кейінірек ойналатын шығар. Қазақстан ұлттық құрамасы үшін бүгін өте маңызды ойын. Евроға іріктеу аясында Финляндия Қазақстан кездесетін болады. Біз өзіміздің болжамымызды сіздерге айтып көрейік. Бұл ойында 3 голдан аз гол болады. Ал енді сізде болжам жасап, бәс тіккіңіз келсе 1xBet компаниясын ұсынамыз. Дәл бүгінгі ойындарға үлкен бонустар беріп жатыр. Алтын доп деген промокодпен кіретін болсаңыздар, бонустарыңыз дайын. Біздің демеушіміз 1xBet компаниясының сілтемесі описание бөлімінде және де комментария бөлімінде тұрады достар. Барселона клубында кризистік жағдай, қаржылай қиындықтар Бартомeu деген топас бассыздың арқасында. Енді бұл кризистік жағдайдан шығу үшін қазіргі президент Лапорта жан-жақты мәселелерді, жағдайларды қарап жатыр. Әрине, бірінші кезекте ойыншылардың жалақысын біраз қысқартқан болатын. Одан бөлек 2022 жылдың жазында ең стандартты баға
6 миллион евро жылына деп есептелді. Сол кезде Кристенсенді, Франк Кесиені сондай жалақымен алған болатын. Енді ол мәселені Гюндоганға қарсы бұзды. Гюндоган әлемдік деңгейдегі топ ойыншы болғандықтан, тегін келіп тұрғандықтан Гюндоганға 9 миллион евро жылына берілетін болды. Енді бұл да үлкен сума емес Гюндоган сияқты ойыншы үшін. Ендігі кезекте Барселона бұл стандарттық бағаны тағы да 1 миллион евроға қысқартып 5 миллион евро қылмақшы екен. Бірақта 5 миллион евроға қандай ойыншылар келеді, ол әлі белгісіз. Жас ойыншыларды, жас таланттарды алмаса, енді сүрленген, опыты бар, тәжірибелі, мықты деңгейдегі ойыншылар 5 миллион евроға келмейтіні анық. Сондықтан да алдағы уақытта үлкен-үлкен өзгерістер болуы мүмкін Барселона клубында. Криштиану Роналду бабында. Криштиану Роналду алдыңғы ойында дубль жасаған, Босния және Герцеговина ұлттық құрамасына да дубль жасады, 2 гол салды. Енді Роналду бабында, жалпы Роналду осы жылдық күнтізбеде 40 гол салып тастады, 40 гол. Ал енді Холландта 39 гол, Мбаппеде 35 гол деп санай берсеңіздер, бұл жерде кім пенсионер, кім кәрі деп сөйлеп қалуға да болады. Роналду бабында, Роналду сәл төмендеу деңгейдегі лигада ойнап жатыр, Сауд Арабиясында. Бірақта бұл Роналдудың бабында екенін қысқарта алмайды. Роналду қазір өзінің үздік деңгейлерінің бірінде әлі де Роналду жақсы ойнап жатыр. Кешегі ойында да өзін әдемі қырынан көрсете білді. Ашылуы да, жүгіруі де, скорсы да бәрі әлі сол күйінде сияқты көрінді маған. Бірақта кешегі ойында енді голдарды әңгіме қылған жоқ жұрт. Кешегі ойында Роналдуға қарай бір жанкүйер жүгірді. Ол жанкүйер Роналдуның бір қолтаңбасын алайын, қолын алайын деп емес, Роналдуға шабуыл жасаған екен. Осы әңгіме қазір барлық жерде талқыланып жатыр. Ол жанкүйерді айту күзетшілер ұстап алып кетті. Алып бара жатқанда Роналдудың аяғын біреу таптап кетті. Ойбай аяғым деп Роналду ол жерде тағы жатты. Негізінде енді Роналдуға меніңше Лионель Мессидікі сияқты бір оққағар керек сияқты. Лионель Мессидің оққағарын білесіздер. Лионель Мессиге адал, барлықтарыңыз көріп үлгерген шығарсыздар. Терминатор сияқты дәл жанында 5 метр жерде жүреді. Футбол ойнаса да, футболдан тыс жерде де жанына ешкімді жақындатпайды. Роналдуға да дәл осындай бір оққағар керек-ау. Достар, бүгінде Қазақстан ұлттық құрамасы үшін өте маңызды күн. Финляндия, Қазақстан, біздің қарсыластарымыз Словения, Дания алдыға кетті. Финляндия мен Қазақстанның ұпайлары бірдей. Енді бүгін біздің жігіттер барын салуы керек. Данияны Европаның мықты клубы дедік. Данияда Европаның топ клубтарының ойыншылары ойнайды дедік. Әйтеуір ол жерді ақтап алдық. Ол жер жарасады. 3-1 деген есеп әдемі. Ол жерде шабуыл да болды, бәрі жақсы болды. Бірақта Финляндиямен тереземіз тең ойнауымыз керек. Енді бұл жерде жеңіліп қалсақ, жігіттерді қалай жігерлендіреміз? Жігіттер керісінше бізді жігерлендіру керек деп ойлаймын. Сондықтан да бүгін Қазақстан ұлттық құрамасы барын салады деген сенімдемін. Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Магомед Адиевтің өзі де айтып отыр. Біз ол жерде жеке-жеке бәріміз барымызды саламыз. 11 ойыншы болса, 11 ойыншы жеке-жеке қолынан келгенін жасайды. Және де біз командалық ойын көрсетіп, жатып алмай, алдыға шабуылда бүгін ойнайтын боламыз деді. Ана өткен ойында ұмытуымыз керек. Бүгін жаңа деммен шығамыз алаңға деген сияқты. Магомед Адиев та өзінің сұхбатын беріп өтті пресс-конференцияда. Қазір осыдан кейін ол пресс-конференциядағы Магомед Адиевтің сөздерінде сіздерге ұсынатын боламыз. Ал енді біз не істейміз? Біз жігіттерге қолдау көрсетеміз, жанкүйер боламыз және де сәттілік тілейміз. Жеңеді деген үміттеміз. Олай болса Қазақстан ұлттық құрамасы алға. В принципе, вижу, что ребята, да, все равно есть определенные переживания, но поговорили так, что надо забыть эту игру и уже готовиться на завтрашнюю. Думаю, проблем не должно возникнуть. У нас сегодня как раз тренировочное занятие, поэтому после тренировочного занятия для меня так визуально будет более ясная картина. Мы не собираемся полностью там отсиживаться. Мы и наш завтрашний соперник понимает, что на кону важные 3 очка стоят, и каждый из нас попытается побороться. Да,
Ну, сюрпризы я, наверное, не люблю это говорить. Здесь главное самого себя не удивить сюрпризами, да. Поэтому определенные изменения будут, да, в составе, и план на игру, конечно же, будет. Ал енді Қазақстанның бас бапкері Магомед Адиевқа және де Қазақстан ұлттық құрамасының жігіттеріне сенім артамыз. Бүгін сіздер үшін арнайы әзірлеген футбол ақпараттарымыз осындай. Ұнаса лайктарыңызды басып, арнамызға жазылып қоюды ұмытпаңыздар, себебі біз сіздер үшін күнделікті қазақша футбол ақпараттарын жеткізетін арнамыз. Достар, назарларыңызға рахмет.